Бұл оқиғаны мен досымның атынан айтамын. Алиса қалыпты өмір сүрді. Құрбыларымен ойнайтын, күнделік жазатын, сабаққа баратын. Оның ата-анасы қарапайым еңбекқор адамдар болатын. Ата-анасы керемет адамдар еді. Бәрі жақсы болды. Одан кейін ол пайда болды. Алиса оны саябақтан бірінші рет көргенін айтты. Ол құрбысымен әткеншекте ойнап отырғанда байқаған. Ол алыстан қарап тұрды. Бірақ Алиса оның өзіне қарап тұрғанын байқады. Ол құрбысына оны көріп тұрғанын айтып берді. Бірақ құрбысы бұл қартты көрмей тұрған, басынан күн өтіп кеткен шығар деп айтты. Ол ғайып болды. Арада уақыттар өтті. Ол кез келген уақытта пайда бола беріп, оған үлкен сары көздерімен қарап тұратын. Күн сайын ол жақындай түсті. Бұл Алисаны одан сайын қорқытты. Содан кейін ол оны барлық жерде аңдай бастады. Оның достарының ешқайсысы көрмейтін, тіпті ата-анасы да көрмейтін. Ол қорқынышты фильмдарды қарағаннан немесе үй жұмыстарынан артық күш түсіп кеткен деп ойлайтын. Кейде Алиса бұны көптеген балалар сияқты ойдан шығарып жүр деп ойлайтын. Бірақ ол мектепте де пайда бола бастады. Ол соңғы партада отырып және оған қарап отыратын. Бұл оны қатты қорқытты. Алиса тынығып демала алмады. Ол метро вагонында үйге келе жатты. Әлгі құбыжық барлық жерде болды, тіпті оның жақындай түскенін сезетін. Бір апта бұрын Алиса оны үйінен көрді. Ол төбеде отырды. Оның қорқынышты сақалды басы, ұзын шіріген тістері және оның үлкен сары көздері оған жыпылықтамай, ол өзінің қорқынышты күлімсіреуін тоқтатпады. Алиса есімне адастым деп ойлайтын. Алиса күн өткен сайын нашар ұйықтап әлсірей бастады. Ал құбыжық одан сайын қорқынышты бола бастады. Ата-анасы қызына бірдеңе болған байқай бастады. Келесі күні сөйтіп ауруханаға да барады. Алиса сол қорқынышты түні әдеттегідей төсекке жатты. Анасы оған қайырлы түн тілеп есікті жапты. Сол кезде Алиса есінен танып қалды. Таңертең больницада оянды. Не оқиға болған есіне әрең дегенде түсірді. Көз алдында ата-анасы мен дәрігер тұрды. Анасы жылап тұрды, ал әкесі оны қатты құшақтап тұрған көрді. Алиса өте жаман нәрсе болғанын түсінді. Оған диагноз қойылды. Ол қатерлі ісік болған байқалды. Күн сайын ол оған әлгі шал секілді жақындай берді. Әлгі нәрселер елестеуі күшейе түсті. Олар емделуге асыға кірісті. Және бір ай өткен соң дәрігер оларды қуантты. Анализдері жақсы болып, емделуден кейін әлсірегені басылып, басындағы қатерлі ісік басылды. Қайта ауруды жеңе алатын уақыт тапқаны қандай жақсы болды. Әлгі құбыжық аз көрінетін болды және жарты жылдан кейін жоқ болып кетті.